Деректер базасы туралы айтайық. Деректер базасы дегеніміз не? Кез келген программист деректер базасымен міндетті түрде бір күні ұшырасады. Әсіресе осы веб-программисттер. Тіпті сіз мобильді разработчик болсаңыз да, Android, iOS бәрібір міндетті түрде деректер базасымен жұмыс жасайсыз. Бұл дегеніміз не? Біз соны қарастырайық, және оның қандай түрі бар, мен осы бүгінгі видеода айтамын. Өзім қандай деректер базасын қолданам, және не үшін мен соны да айта кетем. Сізге қайсысы керек, соны таңдайсыз. Деректер базасы дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтатын болсақ, деректер базасы ақпаратты сақтауға арналған жүйе. Оны қарапайым мына мимен салыстыруға болады. Мына мида біз не көрдік, не ұстап көрдік, не естідік, соның бәрін сақтаймыз. Біздегі деректер базасы ол мына ми. Программисттерде деректер базасының біраз программистер қолданатын деректер базасының түрлері бар. Ол үлкен екі категорияға бөлінеді. Бірінші SQL және NoSQL деп. Мына жерге біз жаза кетейік. SQL деген деректер базасының жүйесі бар, сондай категорияға бөлінетін, және NoSQL деген бар. Мен екеуімен де жұмыс жасаймын. Бұның әрқайсысына жеке тоқталайық. SQL деген деректер базасы бар. Ол жерде SQL деген запрос тілі қолданылады. Сұраным жасау тілі. Мысалға select from, енді жұмыс жасап көрсеңіз не екенін жақсы білесіз. Бұл жүйеге жататын деректер базасында сұраным жасау тілі бірдей. Бәрінде SQL қолданылады. Бірақ түрлері әртүрлі. Соның ішінде MySQL, Postgres, одан кейін тағы басқа кез келген MariaDB, немесе сол секілді басқасы кетеді. Әрине солардың ішінде ең танымалдары осы MySQL мен Postgres. Бұл жерде арнайы запростар бір-біріне өте қатты ұқсайды, тек қана белгілі бір деңгейде сондай артықшылықтары мен плюс-минустар бар. Соның ішінде мен өзім басында қолданып көрген осы MySQL, себебі ол кезде мен MySQL-дан басқа ештеңені білген жоқпын. Себебі деректер базасының не екенін де білген жоқпын. Қазір мен Postgres-ті қолданамын. Мына MariaDB дегенде почти мына MySQL, оның былай урезанный версиясы деп айтады. Бірақ мен мынаны қолданып көрген жоқпын. Бұл жерде арнайы сұраным жасау тілі қолданылады. Бәрінде мына SQL қолданылады. Мынаның бәрінде SQL-ге жататын басқа тілдер жетеді. Мысалға SQLite. SQLite-та да бәрінде сондай, MySQL бәрінде бірдей. Одан кейін NoSQL деген система бар. Соның ішінде мысалға MongoDB, DynamoDB, немесе сол сияқты басқа кез келгені. Оның да түрлері көп. Бұның қандай айырмашылығы бар? Бұл NoSQL-де SQL тілі жоқ. Сіз бұл жерде SQL тілін жазбайсыз, және әрқайсында сұраным жасау әртүрлі. Мысалға, мына жерде посттарды сақтадыңыз, қолданушының жазған посттары немесе логин пароль. Сол жерде логин пароль алу үшін басқаша жазасыз, мына жерде басқасы, немесе басқа деректер базасы болса, ол жердің өзінде басқаша жазасыз. Бұның қандай артықшылығы бар? Мына NoSQL-дың SQL-ға қарағанда үлкен артықшылығы бар. Бұл масштаб жасау деген түсінік. SQL деген системада миграция деген түсінік бар. Мысалға, қолданушының аты бар, логині бар, паролі бар. Одан кейін телефон номері қосу керек, немесе тағы бірдеңе қосу керек. Сондай жағдайда сіз мынаған, бұл жерде таблица деген түсінік бар. Таблицаға сол жолақты қосуыңыз қажет. Кейбір жағдайда өте проблема тудырады. Егер жұмыс жасап көрсеңіз, не туралы екенін өте жақсы білесіз. Бұл проблемный жұмыс. Масштаб жасауға мынау SQL жүйелер проблема жасайды. Мына NoSQL-да ол шешілген. Бұл жерде таблица құрылмайды. Сіз бір жерге басқаша дерек, екінші жерге тағы басқаша, структурасы әртүрлі қылып жасасаңыз болады. Сондықтан мына жерде көптеген осы Big Data жүйесінде қолданылады, немесе басқа да жүйелерде. Мен өзім MongoDB-мен жұмыс жасап көрдім. Бір рет осы приложение бар, бір сол жерде REST API-де Node.js болды. Одан кейін біз мына жақта MongoDB-ді қолдандық. Сол кезде осы MongoDB болды. Бұл жүйені настрой ету салыстырмалы түрде SQL жүйелері қарағанда жеңіл, және басқару чуть-чуть оңай. Бірақ әрқайсының плюстары, минустары бар. Мен өзім екеуін де қолданамын. Мына жерде мен Postgres-ті қолданамын, және мына жерде DynamoDB немесе
MongoDB екеуінің біреуін қолданамын. Мынаны да мен жақында қарап жатырмын. Бұны да қарап көруге болады. Сосын мынадай тағы бір типке жататын айта кетейін. Key value. Ключ значение. Осындай жүйеге жататын деректер базасы бар. Бұларға мысалға Redis немесе басқа кез келген жатқызуға болады. Мысалға Memcache, егер қателеспесем. Менің өзім қолданып көргенім осы тек қана Redis. Бұл жерде қандай? Бұл жерде тек қана нәтиже бірінші кілт сақталады. Мысалға username. Нәтижесі value ол ертайға тең. Бұның артықшылығы қандай? Мына Redis бұл деректерді оперативный памятьте сақтайды. Сондықтан бұл чертовски өте жылдам. Бұны мен не үшін қолдандым? Бұл жерде біз қолданушы туралы ақпарат сақтамаймыз. Бұл жерде көбіне сайтта кэш, немесе API болсын, немесе приложение болсын, кэшті сақтайды көбіне, немесе қандай да бір сондай тез алуға болатын, мынандай тез алуға болатын сондай деректерді сақтауға арналған. Менде приложение болған бір парсер, ол жерде әртүрлі фондық задачалар сақталынады. Сол фондық задача Redis'те сақталады. Себебі алу жылдам болу керек. Мен сондықтан осы кезде мен Redis'ті қолдандым. Осы жағдайда мынадан басқа деректер базасы аталмаған, дофига просто. Сіз көрсеңіз болады. Енді сізге қайсысын оқу қажет? Егер сіз универде оқитын болсаңыз, сізге MySQL-ді пихать етеді міндетті түрде. Дегенмен Postgres'ті қарап көруге болады. Одан кейін мына жерде мен тек қана MongoDB-мен жұмыс жасап көрдім, және қазір DynamoDB-ді қарап көріп жатырмын. Бұл осы Amazon компаниясынікі. Және мына жерде мен Redis'ті қолданамын. Одан кейін мына SQL деректер базасының ішінде және мынаның ішінде тағы бір категорияға жатқызуға болады. Ол локальный база данных. Бұл локальный база данных дегеніміз не? Локальный база данных дегеніміз деректер серверде сақталмайды, ар жақта ол қолданушының компьютерінде, немесе қолданушының телефонында, немесе жай ғана браузердің өзінде сақталады. Бұндайды локальный база данных дейді. Соның ішінде мына SQLite осы локальный база данныхта қолданылады көбіне. Бізде мысалы приложение бар. Приложениеде қажет ақпараттар сол телефонның өзінде сақталады. Серверде емес, телефонның өзінде. Кэш болуы мүмкін, немесе сондай. Сол SQLite қолданылады. SQLite серверде қолдануға болады, бірақ жақсы идея емес. Ол көбіне локальный түрде немесе бір программаны жасау барысында тестілеу үшін қолданылады. Себебі деректер базасын ол жерде создать етіп керек емес, жай ғана файл сол приложениенің қасында орналасады. Қажет емес болса удалить етіп тастауға болады. Одан кейін локальный деректер базасында Realm соңғы рет көрген Hive деген бар. Hive дегенде осы мына NoSQL системаға жатады. Деректер базасы туралы айтуға болатын ақпараттар осы. Бұл деректер базасында не сақтауға болады? Бәрін сақтайсыз. Қолданушының пароль, логин, пароль, қолданушылардың ақпараттары, жаңағы посттар болса посттар, жаңалықтар сайты болса жаңалықтардың пост, жаңалықтардың өзін, категория, санат, қай жердің түсі қандай деген секілді бәрін сақтауға болады. Бұл осындай жүйе. Біз бұған базалық деңгейде кірістік. Егер сізге түсініксіз болса 100% мүмкін, 90% немесе сонша, бұл нормаль. Себебі басында мен де түсінген жоқпын. Жаймен келе, оның барлығын түсініп алуға болады. Мына жерде әрқайсысы туралы жеке-жеке қарап шықсаңыз болады. Немесе сұрақтар болса, осы комментарийге жазып қалдырыңыз. Және менің Telegram каналыма жазылыңыз, сол жерге IT саласы туралы мен ақпараттар салып отырамын. Сосын мынадай бір термин бар, phpMyAdmin деген. Кейбір адамдардың айтуы бойынша phpMyAdmin деректер базасы деректерді сақтайды екен. Бірақ бұл ондай емес. phpMyAdmin деген MySQL деректер базасын басқаруға арналған веб-приложение. Просто серверге орнатасыз, MySQL-ді оңай түрде басқаруға болады. Ол жерден таблица создавать етесіз, жоясыз, өзгертесіз, экспорт, импорт ішінде қажет бәрі бар. Почти бүкіл хостингтің ішінде phpMyAdmin орнатылған. Бұл өте танымал жүйе. Бірақ ол ештеңені сақтамайды. Тек қана MySQL мен жұмыс жасауға көмектеседі. Бұл сондай жай ғана приложение.